жатыр той жасап ат шаптырып. Армысыздар, алқалы жұрт қалайық. Ізетпенен амандасып алайық. Бүгін міне Астана қаласында, есілдің жағасында, жадырасып жарасатын, жамырасып тарасатын, қызығы күннен күнге жырланатын, келмегендер қызықтан, құрға алатын, тамаша бір той басталды. Тойларыңыз құтты болсын деп той иелерінің атынан шашудан қабыл алыңыздар. Әсем жырды тыңдалық, қадам басты екі жас, ақ тілекті жолғанық, атасы мен анасы айналады толғанып. Шын көңілден шаттанып, қуанғанға не жетсін, ақ көңілден лебізді ақтарғанға не жетсін, келін ойдан шықты деп мақтанғанға не жетсін. Олай болса, ардақты ағайын, ауылымызға ат басын тіреп келіп отырған, ай десе аузы, күн десе көзі бар, айдай сұлу келіндеріңіз әйгерім келе жатыр. Олай болса, қошеметпен ақ келінімізді қарсы алайық. Келін келе жатыр ағайын. Друзья, не жалейте своих аплодисментов. Көрімдігін беріңіз, анау-мұнау демеңіз, тек доллардан беріңіз деп, келінімізді қошеметпен ортаға алдыртайық. Дамы и господа, встречайте, красавица, самая прекрасная наша невестка Айгерім. Ваши бурные аплодисменты. Ваши овации, друзья. Жас келінді жігерлендіріп, қол соғып, қошеметтеп отырыңыздар, ардақты ағайын. Мінекей, ақ келініміз де ортаға келді. Олай болса, ардақты ағайын, біздің келініміз барша жұртқа, қайнатасына, қайненесіне сәлем салсын. Сәлеміңізді беріңіз, келін жан. Бәрекелді, келін қайненені
менің топырағынан деп арнайы біздің Әйгерім келініміздің енесін ортаға шақырып, келіннің бетін ашып, маңдайынан ескесін дейміз. Осы сәт сізге бұйырып тұр, келініңіз құтты болсын. Қол соғып, келіні құтты болсын деп қошеметтеп отырыңыздар. Бәрекелді. Ал ендеше ардақты ағайын, қызмет етіп халқына мойнына парыз өтелген, керек кезде тайсалмай, нардың да жүгін көтерген, сонау серілердің ішінен оқ бойы озық тұрған, талай қыздың арманы болған ұлдарыңыз Асылбек келе жатыр. Қошеметпен Асылбек ұлдарыңызды қарсы аламыз. Громче, друзья, ваши овации! Ваши аплодисменты настоящему джентльмену Асылбеку! Бәрекелді, олай болса ардақты ағайын, міне 2 жасқа ақ батасын ақ лебізін беру үшін әулеттің үлкені Сәуле әжемізді ортаға шақырамыз. Келіңіз әже, рұқсат болса отыра берсеңіз болады орныңызда? Барасыз ғой, иә? Келіңіз онда ортаға. Демеп жеріңіздер? Келіңіз мына жақта. Илемин ағайын, қол жайайық. Я Құдайым оңдасын, оң сапарға бастасын. Етпес дәулет кең пейіл берсін. Жортқанда жолдарың болсын, жолдастарың қадір болсын. Екеуің қол ұстасып, мәңгілік махаббаттарыңды жоғалтпай, қиыншылықты да, қуанышты да бірге бол. Махаббаттарың берік, баянды болсын. Қайда жүрсеңдер де аман болыңдар. Баянды бақыт, әлгі жар-жарды айтады ғой. Ата-ананың ақ сүтін ақтаңыздар, махаббаттың мәңгілік сақтаңыздар дейді. Сол махаббаттардың баянды берік болсын. Әумин. Сәуле әжеміздің көзінің жасын жақсылықтың нышаны деп біліңіздер. Әрине, немересіне жүрегі елжіреп тұр ғой. Рахмет үлкен сіздерге. Ал ендеше тойшыл қауым, жаңаған айтып кеттім, жастардың істеген істері дәқ болсын деп. Олай болса, дүйім жұрттың қошеметімен жастарға ақ тағамнан ауыз тигізуге рұқсат етіңіздер. Бәрекелді. Бүгінгі көтерілген шаңырақтың түтіні төгішсін. Келініміз Әйгерім жалынды жігерлі болсын деген ниетпенен, келініміз отқа май құйғанда сіздер құтты болсынан қол соғып отырыңыздар. Оты ошақты болсын деп қошеметтеп қойыңыздар. Ал ендеше ардақты ағайын, сонау қыз жібекпен Төлегеннің салып кеткен сары жолы, жастардың асар таулары мен басар шыңдары иленген терідей жұмсақ болсын деген ниетпенен біз жастардың аяғының астына иленгендерінен бөстек тастаймыз. Ал сіздер жастардың әрбір басқан қадамы құтты болсын, берекелі болсын деп қол соғып қошеметтеп отырсаңыздар, нұр үстіне нұр болар. Жастар, жақынырақ келіңіздер. Друзья, давайте поделимся овациями, друзья. Каждый ваши аплодисменты для нас овации. Барша халыққа көрінсін. Біріншіден, Алла қолдап бақытты болам деген ниетпенен қол ұстасып бірге аттаңыздар. Екіншіден, махаббатымыз мәңгі бірге болсын деген ниетпенен тағы да бір қадам жасаңыздар. Үшіншіден, денсаулық, зорбайлық, деніміз сау болсын деген ниетпенен тағы да бір рет аттаңыздар. Төртіншіден, ақ жаулықты ана, ақсақалды ата болам деген ниетпенен бір қадам жасаңыздар. Бесіншіден, бұл пәниде пәк таза болам деген ниетпенен аттаңыздар.
Алтыншыдан ала жіпті аттамас адал болам деген ниетпенен тағы да бір қадам жасаңыздар. Жетіншіден, жеті шыңнан өттіңіздер, некеге де жеттіңіздер. Некеміз берік болсын деген ниетпенен нық бір қадам жасаңыздар. Бәрекелді, куәгерлер жақынырақ келіңіздер. Олай болса жастардың заңды түрде некесін бекіту үшін келесі сөз кезегін ағаш бөлімінің меңгерушісіне ұсынамыз.